ешқашанда дайын асқа тік қасық болмаған. Менің анамның тәрбиесі сондай болған. Осы әкеңіздің қайтқаннан кейін өзін жинап алу қаншалықты қиын болды? Қолды бір сілтейді немесе өзіңе деген сенімділік төмендеп кетеді. Ол рас. Қалай сол кезде 16 жасар Зарина қолын бір сілтемеді? Жалпы арманға жетудің формуласы бір рет бастау, яғни мақсат қою, одан кейін қайтпау ғой. Әрекет етесің, нәтижені Аллаға тапсыра саласың. Ештеңе жоқ делік. Сен обнулилась, нөлден бастайтын болсаң, бүгінгі әрекетің не болатын еді? Есть прекрасные правила, называется 4О. Не ожидать, не обижаться, не обсуждать и не осуждать. Ақша саған солай жеңіл келу үшін басқа қыздар жасамайтын не жасайды Зарина? Мир — это фуршетный стол. Я могу брать все, что я хочу деп қарау керек. Үй алу деп мақсат қоя береді. Жылда алғысы келіп жатыр үй, бірақ аламай жатыр да. Не әсер етіп жатыр деп ойлайсың олардың сол мақсатына жете алмауына? Адамға жасай алмайтын армандарын миына құйып бермейді. Четкость, ясность и конкретность болу керек в голове. Сәлем, Лаула подкастының тұрақты көрермендері, бүгін лаулауға дайынсыздар ма? Сіздердің ішкі оттарыңызды лаулатуға келген бүгінгі қонағым Зарина Нұржанова. Бүгінгі подкастты достар соңына дейін көріңіздер, сіздерге сонда өте керемет сыйлықтар бар. Зарина, маған қонаққа келгеніңізге үлкен рахмет. Лаулап жүрген қызсыз ғой, біз сізді ұзақ күттік. Рахмет үлкен, шақырғандарыңызға да көп рахмет. Аха, Зарина, біз сені блогер, предприниматель, бизнес-вумен, тиктокер, слайм сатқан қыз. Короче, сен жайлы өте көп теңеулер. Сен өзіңді кім деп таныстырасың? Ең біріншіден, мен өзімді жай ғана пенде деп таныстырғым келеді. Одан кейін халыққа пайдалы блогер ретінде өзімді таныстыра аламын толығымен. Сонымен қатар менің көптеген рөлдарым бар да, жалпы. Анамның мен қызымын, сестренкамның сестрасымын, өзімнің аудиторияма блогермін, кейбір адамдарға мен ұстазбын деген сияқты. Жұмыста мен мысалы бастықпын деген сияқты көп рөлдерім бар. Әрқайсысын баланста ұстауға тырысамын. Жалпы, Зарина, сенің өзің ауқатты, әулетті отбасының қызысың. Кеше сенімен бірге осы подкастқа келіскен кезде мен осы сұрақты бірінші қылып қойғым келді. Ол сұрақ былай: сенде бәрі итак болды. Итак, 2 этажный үйде тұрдың. Бірақ кішкентай кезіңнен біз сені білеміз. Сенің дабысмаштеріңді көрдік. Саған кішкентай кезіңнен жасауға ақшаң бола тұрса да, сен жоқшылықты көрмесең де істеуге, ақша табуға не мотивация болды? Мен оны еш жерде жасырып айтпаған, бірақ мен текті әулеттің бір қызымын. Бізде шынында да кішкентай кезімде де бір из грязи в князи болған жоқпын. Менде барлығы да болды. Мы жили в достатке. Всегда у меня даже был водитель, допустим, в школе, в определенное время. Бірақ ешқашанда дайын асқа тік қасық болмаған. Менің анамның тәрбиесі сондай болған. Өзің барып тап сол ақшаны, көже сатсаң да алып кел үйге. Водитель болса да мектепке автобуспен бар деп айтатын. Пересадка болса да не волнует. Тек қана өзің, жалпы өзіңе өзің жауапкершілікті ала отырып, осылай кейінгі үлкен өмірде оның барлығы саған көмектеседі деп тәрбие берген. Сондықтан да менің жалпы тек әулеттен шықтым, ол жерде барлығы жақсы болды басында. Одан кейін мен өзіме жауапкершілік алып, осылай блогерстан бастап, жұмыс жасап, неше түрлі нәрселер саттым. Кішкентай кезімнен мысалы керешке саттым мектепте, слайм саттым. Бір кездері болды. Осы менің үйім жалпы неге паркке қарама-қарсы, сол паркке шығып, мамаға айтам, сіз маған көже істеп беріңіз, мен сол жерде сатамын дедім. Бірақ сол кезде мен папам қарсы болды. Ол андай намысшыл кісі. Мен слайм, керешке сататынымды ешқашанда білмеген, мен жасырып жүретінмін, бірақ мен мамамның тәрбиесі сондай болған. Содан кейін мен әкем 2018 жылы қайтқаннан кейін, бізде енді мама ешқашанда жұмыс жасамаған. Ол тек қана біздің осы дамуымызбен айналысқан, үйде отырған. Сондықтан әкеміздің орнына біз уже үйде өзі 3 қызбыз және анам.
өзімізді қолға алып ары қарай даму керек, ақша табу керек, сол бізге мотивация болды десем де болады. Сіздің анаңыз әкеңіздің көзі тірі кезінде мүлдем жұмыс жасамаса да, сондай бір дана ел болып тұр ғой, жаңағы жауапкершілікті ал деп үйреткен, андай дайын асқа тық қасық етпеген. Ал одан кейін сіздің анаңыз үшін осы әкеңіздің қайтқаннан кейін өзін жинап алу қаншалықты қиын болды, қалай ойлайсыз? Одан кейін анаңыз немен айналысты? Менің есімде осы 2018 жылы әкем қайтса, 2018-дің соңында менің анам алғашқы жұмысына шықты. Өміріндегі жалпы университетті бітірмей жатып күйеуге шығып кетті ғой. Ол оның ең бірінші жұмысы болды. 80 мың теңге айлыққа шықты. Бізбен бірге, то есть мен мектепке сағат таңғы 7-де тұрсам, менімен бірге таңғы 7-де тұрып, ол Excel, жалпы ол жұмысты білмейтін, бір фирмаға тұрды. Менің анам жалпы профессия бойынша финансист, бухгалтер. Сондықтан сол жерге есеп жасау үшін, қателеспесем, финансы бойынша сол жерге жұмысқа тұрды. Ең бірінші айлығы 80 мың теңге болды. Бірақ менің анам өзінің қалауымен өзінің қалауындағы жұмыс болмағандықтан ол жерде бір ай жұмыс жасады. Әрі қарай ол менімен айналысты десем болады. Көбінде барлық сенім, жалпы үміт менде болды десем болады. Сондықтан сол 2018-де менің жасым 16-та болса, сол кезде онлайн магазин ашқан болатынмын. Женская одежда, Бишкекке барып, қасымда анам бар, екеуміз Қырғызстанға барып, киім алдық, 150 мың теңге сондағысы. Енді Қырғызстандағы жалпы качествоны білесіздер ғой, ол жерде киімдердің барлығын сату мүмкін емес болды. Бірақ соған қарамастан енді туыстарға саттық, мамам подругалары поддержка ретінде алды, өзім аудиторияма да ұсынып көрдім. Бірақ соңында ол қатты жүрмеді, сонымен ол онлайн магазин жабылды. Ары қарай 2016-та мен енді блогерством жалпы дамып жатқан кезеңі ғой. Сол кезде бартер пайда болды. Алғашқы бартер, киім алу, бір жерде отырып қайту, алғашқы жарнамалар, солай осы жол басталды ғой. Жаңа сен айтып жатырсың ғой, анам менімен айналысып кетті деп. Саған көп үміт сол кезде артылған екен, сен анаңмен осы тақырыпта сөйлестің ба? Неге именно сен? Неге сенің алдыңда менің білуімше әпкең бар, неге әпкең емес, ол кісі үлкені ғой деген секілді? Жоқ әлде прям сенің алып кететіңді, алғырлығыңды анаң сезді ма, қалай ойлайсың? Мен енді ешкімді бөліп жарып айта алмаймын. Осы өзім бауырларының арасында әрқайсымыз ерекше дарамыз да. Менің әпкем жалпы өте оқымысты, Назарбаевская школа, Назарбаевский университет, оның өзіне түсу өте қиын болды. Сол уақыттары 2018-де ең бірінші курсқа түсейін деп жатқан кезі ғой. Ол негізі шетелге кетем деп жатқан жерінен, осы папа қайтқаннан кейін Қазақстанда қалатын болды. Соған дайындықпен жүрді. Ол блогерствоға қызықпаған ешқашанда. Менің сіңілім ол кезде жасы 7-де небәрі, мектепке енді барып жүрген қыз. Ал мен сол өзімнің курстарымды, сабағымды онымен қоса блогерлікті бірге алып қосып жүргеннен кейін мен тура идеалдан кеп қалдым, идеалды, маған көмектесіп, мені апарып тастайтын жерге апарып тастап, үлгермейтін жерге киім әкеліп, солай жүрді ғой анам. Сен жаңа айтып жатырсың ғой, 16 жаста онлайн магазин болды деп. Ол іс сосын жүрмей жауып тастадың, дәл солай менің ойымша бізді қарап отқан көп қыздар негізі қазір сен секілді ролевая модель қыздарды көреді да, тоже өздерінің бір дүниелерін жасап көруге тырысады, өздерінің магазиндерін ашады, өздерінің тағы бір істерін бастайды. Бірақ 1-2 попыткадан кейін жүрмегеннен кейін қолды бір сілтейді, немесе өзіңе деген сенімділік төмендеп кетеді. Ол рас. Қалай сол кезде 16 жасар Зарина қолын бір сілтемеді? Қайдан күш таптың сен ары қарай жасап кете беруге, тоқтамауға? Сол 2018-де киімдері сатылмай, енді минусқа кеттік қой, былайша айтқанда. Сол кезде, может быть, это не мое деп ойладым. Сабағымды оқып, жалпы анау курс, вокал, тенниске барып, жай ғана үйге қайтып, видеоларын түсіріп жүре берейінші дедім сол кезде. Одан кейін мен негізі ол бизнесті қайтадан бастамадым. Кейін уақыт өте келе 2022 жылы Dress for You ашылды. Сонда ол бизнесті мен жалғастырмадым негізі.
білмеймін, сол кезде үмітім үзілді ма, мотивация болмады. Ол кезде енді 1 жылдық траурда жүресің, андай құлшыныс болмайды ғой ондай кезде ештеңеге. Бірақ соған қарамастан енді ештеңені тоқтатқан жоқпын. Жоғалып кетіп, өзімді таппай қалып, я болмаса Инстаграмнан жоқ болып кеткен жоқпын. Өзімді қолға алып барынша тырыстым сол кездері. И сен блогерлікті, аудиторияға қызмет етуді тоқтатпадың, Иә. Осы нәрсе де сені прям в тонусе ұстап тұрған секілді, Иә. Көбінесе мысалға наоборот күшті блогерлер болып жүреді да мысалға, и біраз уақыттан кейін қарайсың, ол вообще жоқ болып кетеді да радарлардан. Сол кезде прям точка болып қалған секілді болады, Ол кезде негізі дисциплина керек. Жалпы егер блогерлікті бастаймын деп жүрген адамдар болса, жалпы кез келген істе 90% ол еңбек, яғни дисциплина, ал 1% ол талант. 10% ол талант. Сондықтан кез келген істі бастар кезде, егер сен уақытылы жасайтын болсаң, бар құлшынысыңды салып, талаптанып, ол кезде сен 10% талантың ешқайда да кетпейді. Ал көбінде мысалы жұлдыздар болады, ән шығарып жатады, бір рет шығарады, хит болмайды, екінші рет шығарады, хит болмайды, сонымен жоқ болып кетеді. Ол кезде дисциплина керек, ешқашанда қайтпау. Жалпы арманға жетудің формуласы бір рет бастау, яғни мақсат қою, одан кейін қайтпау ғой. Сондықтан егер де бір арман болып жатса, мақсат болып жатса, онда ешқалай да қайтпау керек. 1000 рет құласаң да, 1001 рет сен тұрасың. Күшті. Егер елестетейікші, сенде қазір миллионный страничкаң жоқ, dress for you жоқ, ештеңе жоқ делік, сен обнулилась, нөлден бастайтын болсаң, бүгінгі әрекетің не болатын еді? Егер мен мүлдем блогерлікті бастамасам ба, әлде қазіргі барың дәл қазір қолыңда жоқ болып кетсе, сен не істер едің бүгін? Негізі осы жақында емес, алдыңғы жылы бір взлом болды. Көп блогерлерге атака жасалды, метаның өзінен даже. Сол кезде у меня тоже был взлом. Тогда попросили деньги, $7000. Сол кезде мен ойладым, допустим, қазір берем ол ақшаны, мен аккаунтымды қайтармайтын сияқты деп ойладым. Сол кезде енді ештеңе жоқ қой қолыңда. Сол кезде ойландым, не істесем болады деген секілді. Бірақ мен осы мысалы өзімнің кішкентай кезімнен қазіргі сәтке дейін өтіп басқан баспалдақтарымды білемін. Сол жолмен мен өзім жүріп өткен барлық қателіктерімді білемін. Сондықтан мен ешқалайда қорыққан жоқпын. В человеке же бывает страх, когда он все теряет. Бірақ егер сен сол жүріп өткен жолыңды қайтадан бастауға қорықпасаң, және нәтижені Аллаға бере салсаң, ол қайтадан келеді негізі. Сен оның барлығын жоғалтқанымен, сенің абыройың бар, қаншама еңбегің бар, осы жылдар бойы алған білімің бар, оның барлығы көмектеседі. Сондықтан мысалы 7 жылда үйренбеген нәрсені 1 жылда еске түсіріп барлығын қайтадан жасай салу маған қорқыныш емес. Мен оны басынан бастайтын да едім, аккаунтты ашып. Ал егер жалпы блогерлік емес, немен айналысады десеңіздер, мен оқуымды бітіріп, магистратураға түсіп, сонымен қатар жұмыс жасайтын едім. Также товарный бизнес, я думаю. Себебі мен өзім Щуцай бойынша да бестікпін да. Это коммуникация и товарный бизнес. Мен жақсы сөйлеп сатамын, кез келген идеяны сатамын, сонымен қатар кез келген затты да сатамын да. Мен мысалы бір магазинге, ресторанға кіремін ғой, ол жерде клиент болмаса, мен бір рет кіріп, покупка жасап, немесе тамақ ішіп кетсем, келесі жол келсем да, мысалы, өте көп адам болады. Это, наверное, дело в энергии человека. Сондықтан мен өзімді жақсы білем, это точно товарный бизнес был бы. Супер. Жалпы, сен жаңа айтып жатырсың ғой, адамның энергиясына байланысты деп. Бірақ мен сенің бір подкастыңда байқадым, мен женская энергия дегенге сенбеймін. Ол не деп сол кезде айтыпсың. Осы жерде сен үшін энергия деген не, және оның сенің өміріңдегі маңызы қандай? Ол мен жалпы женская энергия сенбеймін деген подкаст мүмкін 2020 либо 2021 болған шығар. Бірақ осы 2023-тің басымен 2025-ке дейін мен жалпы осы теманы жақсылап зерттедім. Энергия, женская энергия, целеполагание, мышление деген теманы. Сол жерде
жалпы энергия ол адамдағы ең құнды ресурс десек болады да. Энергиясы жоқ адам ол жалпы тірі өлік деп айтсақ та болады ғой. Мотивациясы жоқ, ештеңеге құлшынысы жоқ. Сондықтан ол ең құнды ресурс болып табылады. Ал ресурс дегеніміз ол біздің жанымыз, тәніміз және санамыз бірге баланста болғанда. Мен оны өзіме осылай түсіндіремін. Мысалы, менің не ойлағаным, не айтқаным және не істегенім бірдей болса, сол кезде менде энергия болады. Вот сол энергияны әрқашанда баланста ұстап тұру үшін мен энергияны көтеретін күнделік арнаймын өзіме. Это тоже дневник такой. Оны күнде жазамын деп айта алмаймын. 2 аптада 1 рет жазамын. Өзім энергиям түсіп, уже мотивация жоқ, выгоранияға кетіп бара жатқан кезде сол күнделікті алып, кәдімгідей менің энергиямды көтеретін 100 пункт. Это шопинг, это может быть спа, музыка, танцы, теннис, общение с людьми деген сияқты. Сондай жалпы пункттарды өзіме жазып шығамын, 1 апта бойы орындап жүремін. Сол кезде мен сразу вот выгораниядан шығамын, энергия пайда болады. 1-2 күн демалып сол пункттарды орындап шықсам, менде жалпы энергия пайда болады. Ал женская энергия дегеніміз мен үшін ол, когда ты сама притягиваешь все. И деньги, и мужчин, и возможности. Мужская энергия — это когда он борется, типа охотник, то есть за жертвой, да? Ақшаны табу, құлшыныс деген сияқты. Ал женская энергия — это когда ты расслаблена, и все притягивается абсолютно к тебе, просто из-за того, что у тебя раскрыта вот эта энергия, прокачанная энергия. Женская энергия — это для меня вот. Я мен келсем, мысалға көбінесе кейде менің көзімнен андай спорный моменттер туып қалады. Мен бүгін бір нәрсені сториске бөліссем, сосын адамдар айтады: сен алдында ғана 1 жыл бұрынғы посттарымды тауып алады, сен былай деп едің ғой дейді да. Мен осы кезде айтқым келеді, адам уақыт өте өзгереді. Оның өмірге деген түсініктері өзгереді, оның өмірге деген түсінігі жаңадан қалыптасады. Және я не думаю, что ты тут там и тут противоречишь себе, наоборот, сен өзгердің, жаңа дүниені таныдың және өзіңнің танымыңды өзгерттің деген белгі деп көремін. Және ондай наоборот сіздер көрсеңіздер, TikTok'та жақсы көреді ғой, кезінде бүйтіп айтып еді, қазір бүйтіп отыр деген секілді сравнениелер жасауға ше. Но мен айтам, это төмен энергиядағы адамның істейтіні. Адам өзгереді және адам әрдайым эволюция барысында болады. Сенмен өте қатты келісемін. Және де жаңа сен ақшаны жайлы айтып жатырсың ғой. Ақша табу ол мужская энергия деп ойлайсың ба сонда? Жоқ, ақша табу екі энергияда да бар. Жалпы адам, мен қыз болсам да, у меня есть мужская часть и у меня есть женская часть. Екеуі де баланста болу керек. Если играет моя мужская часть, то женская немножко падает. Поэтому екеуін баланста ұстап тұру керек әрдайым. Мужская часть — это, естественно, папа. Женская — это мама. Жалпы әр баланың да өмірінде папасы — это ақша табу. Мысалы, біз кішкентай кезімізде еститін едік қой: ақша келдім, бір нәрсе алайыншы мама десем, папаңнан ақша сұра деп айтады. Немесе нан табатын, продуктыға ақша беретін, киімге ақша беретін. Ол өмірімізде әрқашанда әке болған. Сондықтан біздің психикада әке ол ақша, абырой деп сақталып қалғанда. Ал анамыз ол бізбен сөйлеседі, жылу бөледі. Сондықтан ол коммуникация, сондықтан ол самооценка, самоценность. Мама — это для меня самооценка, самоценность, да? И вот бір қыздар болады, женская энергиясын басып тастайды да, мужскаясын көтеріп алады да. И, знаете, мынандай поза тұрады да: всегда вперед деген сияқты. У меня раньше так было, вот в 22-м году, наверное, в 23-м году қатты сондай мужская энергиям көтеріліп кеткен еді. Женская энергия вообще көңіл бөлмей қойған едім. Коммуникация, самоценность. Ал оны адам өзінің бойында қайсы энергия көтеріліп тұрғанын қалай байқайды, қалай біледі, қалай елде сезеді? Ол ең бірінші сыртқы факторлар ғой. Мысалы, адамның киінуі, оның өзіне көңіл бөлуі, даже боянуы, тырнағы, киген киімі, оның барлығы рөл ойнайды. Сонымен қатар ол ішкі фактор, яғни біздің ішкі состояниеміз. Состояниені мен мысалы өзім баланста ұстау үшін анама да әкеме де бірдей шүкіршіліктер жазам. Мысалы, мужская энергиям жоқ болып төмендеп баратса,
папама арнап мен шүкіршілік благодарности жазамын. Кезінде осылай историяларды кәдімгідей есіме түсіріп, мені мектепке апарып тастағаныңыз, сол кезде 2-3 теңге бергеніңіз үшін рахмет, я благодарна, люблю вас, у меня нет никаких обид деп жазамын да. Сол кезде мен мужская энергиям сәл болсын көтеріледі. Дәл солай женская энергияға да анама арнап шүкіршілік жазамын. Екеуін осылайша баланста ұстап тұрамын. Қызық, өте күшті. Анау сенің алдында тағы бір подкастыңда мен ақшаға өте жеңіл қараймын, және ақша маған өте жеңіл келеді деп айтқан болатынсың. Ақша саған солай жеңіл келу үшін басқа қыздар жасамайтын не жасайды Зарина? Ақша ең бірінші жеңіл келу үшін ақшаны жүректе сақтамау керек. Жүректе емес, қолда ұстау керек әрқашанда. Мысалы, саудаласу осы сүннет, бірақ кейбір адамдар болады ақша үшін барлығына дайын болып кетеді. Мелочиться етіп. Мен ондайлардың қатарынан емеспін деп толығымен айта аламын. Мысалы, саудаласатын жер болады, саудаласпайтын жер болады да. Кейбір кезде жомарттық та керек адамға. Ойлап қарасақ, бір адамға бір нәрсені сыйға тарта салу, бере салу, немесе көмектесе салу, ол жомарттық, ол саған 10 есе болып қайтады. Ал кейде адамдар әр тиынға дейін саудаласып кетеді. Сондықтан ең бірінші ақшаға жеңіл қарау керек, жеңіл келу үшін. Ал келесі, ақша маған жеңіл келу үшін мен визуализация көп жасаймын. Мысалы, менде ол ақша жоқ болса да, менде бар секілді суырмама салып қоям, өтірік болсын. Мысалы, канцелярскийда доллар сатылады, сенің мақсатың $100,000 болса, кәдімгідей $100,000 бар да, канцелярскийдан сатып алды, сурмаңа салып қой. Это просто визуализация. Адам бір күн болсын, бір күні ойлаған жерінде болады ғой. Айтады ғой, Алла тағала адамға жасай алмайтын армандарын миына құйып бермейді. Сондықтан егер адамда бір ой, идея, арман болып тұрса, яғни ол оған жете алады ғой. Сондықтан визуализация көп жасаймын. Бір машинаны ойлап жүрсем, барып ұялмай, кәдімгідей авария центрге кіріп, отырып, фотоға түсіріп, бүгін осындай дата. Мен өзіме дедлайн қою арқылы миыма автоматты түрде сигнал берем. Надо работать, я хочу это деп сигнал беремін. Ол, яғни дедлайн арқылы ғой. Өзіңе шектеулі уақыт бересің, ми соған жұмыс жасай бастайды. И жақсы сөйлеу, жақсы ойлау, маған ақшаны жеңіл келтірудің бір себепшісі десем болады. Мы притягиваем то, что мы говорим и думаем, поэтому нужно всегда говорить хорошо. А что если не получится, я не смогу, мне кажется, это не мое, или нет деген сөздерді көп айтуға болмайды. Негізі позитивті түрде сөйлеп үйрену керек. Сол кезде жалпы Аллах тағала, вселенная дейді, мир деп айтады ғой, әркім арқылы айтады. Кім неге сенеді? Негізі жалпы барлығы бір ғой. Оның барлығы мүмкіндіктер, адамдар, ақша өзі келіп бастайды сол кезде. Сен жақсы сөйлеп бастасаң. Сонымен қатар әрекет етесің, нәтижені Аллаға тапсыра саласың. Все очень просто в этом мире, когда ты просто относишься ко всему, а деньги, люди, возможности приходят очень легко в твою жизнь. Поэтому, мысалы, бір встреча болып, бірандай келісім шартқа келіп жатасың ғой, сол кезде қандай нәтиже болатынын білмеймін, бірақ мен барымды салам деп, ол туралы, нәтиже туралы ойламай-ақ та қоям. Сол кезде нәтижені маған ең күшті, ең қайырлы қылып береді екен. Мен байқағаным. Осы заттар жалпы маған ақша оңай келуге көмектеседі. Сенің айтқаныңмен толықтай келсем. Жаңа әдемі айттың. Осы 3 нәрсені мен өзім үшін прям түртіп алдым. Сенің айтқаныңда, это ең біріншісі, сен ақшаны беремін, жеңіл беремін, жомартпын дедің, бірақ осы жерде қосу керек факт, менің ойымша, бізде қыздар көп қойғандай, жомарт та өзгелерге келгенде, бірақ өзіне келгенде ол жомарт емес, и в ущерб себе жомарттық жасайды да. Өзіне ең соңғы мақұл группаластарыма, анаған, подругама дейді да, бірақ өзіне келгенде бермейді. Осы кезде айтып өту дұрыс деп ойлаймын, не надо в ущерб себе жомарт болуға, андай созидательный энергияда өзіңде толып тұрған кезде біреуге берші, вот сол кезде күшті болады, чем андай
бізде көбінесе береді, а потом в ответку күтіп қалады. Мынау ожидание деген нәрселердің барлығы адамның энергиясын суырып алады ғой негізі, иә. Күту, ол сосын в ответку саған жақсылық істемесе, оған ренжіп қалу, да? Мысалға мынау қыздар ренжу, біреуден бірдеңе күту, это все очень плохо влияет сіздің мына женская энергияңызға, в целом энергияңызға. Потому что бұл негізі сіз айтып жатқан нәрсе, это самоценность. Ну, это не про, то есть это не про цену, а ценить себя деген, яғни өзіңді ең соңғы орынға қою. Это уже отсутствие женской энергии болып келеді, да? Есть прекрасное правило, называется 4О. Не ожидать, не обижаться, не обсуждать и не осуждать. Осы правиланы жасайтын қыздар всегда женская энергиясы көтеріңкі болып жүреді. Они притягивают все, что они хотят. Просто они ни от кого ничего не ожидают, даже если делают. Им вдвойне просто так возвращается. Они никого не обсуждают, не обижаются и не осуждают. Вот, осы правило тоже маған өте қатты көмектеседі. Өте күшті екен, прям қыздар 4О деп жаттап алыңыздар, жазып алыңыздар күнделіктеріңізге, иә. Анау подружкалармен жиналып біреуді өсектеп баратқан кезде есіңізге түсіріп алу керек, та? Не обсуждать деп. Күшті. Ал енді Зарина, маған сен қазір жоғары вибрациядағы, жоғары энергиядағы адамсың. Бірақ сенің өзіңде де сол энергия түсіп кететін, сенің өзіңде де онша емес өзіңді сезінетін күндерің болады, себебі сен адамсың ғой. Осындай күндерде Зарина не істейді? Негізі әрқашанда позитивте жүру, немесе энергияң толып, прям мотивация ұрып, выгораниесіз жүру, ол мүмкін емес нәрсе. Себебі біз бір адам болсақ, мысалы мен бір Зарина болсам, менің ішімде әлі 2000 Зарина бар, да? Как 2000 Зарина сәл ауыр болып кетеді адамдарға, оны зерттеген адамдар түсінеді, да? Негізі 13 Зарина деп алсақ болады. Әр адамның ішінде, мысалы, бір Лаура болсан, сіздің ішіңізде 13 Лаура бар, да? Агрессивная Лаура, которая хочет работать, которая вообще не хочет работать. Бунтарка. Бунтарка, ашуланатын, эмоциональная истеричка, бәрі кетеді осының ішіне. Осындай 2000 түрлі менің ішінде Зарина болып тұрғанда, неге мен оның біреуін тығып тастау керекпін? Мен оны шығарамын. Допустим, если я хочу сейчас быть агрессивной, я имею право на это. Поэтому бір рет мен оны шығарып алам, но зато завтра я буду уже добрый. Келесі Зарина шығады, да? Ал выгорание қай кезде пайда болады? Когда адам, мысалы, адам тек қана өзін, осы, я энергичная, мотивация, все, я не буду выгорать деген кезде, вот сол кезде шығады, да? Сол үшін нужно давать место и этому. Да, я могу быть и такой деген сөз өмірде өте қатты көмектеседі. Ой, ты такая безмотивационная, безэнергичная деген кезде, да, я могу и такой быть деп жауап беру керек, та адамдарға. Сол кезде твое состояние сразу меняется. Вот это классный лайфхак тоже для девочек. Я келісемін сенімен. Мысалға, қалай айтсам болады? Осы жерде бізде адамдардан требование өте көп, та? Зарина ол мынандай, Зарина ол мынандай, Зарина ол мынандай дейді, та? И сен кішкене өзіңнің сол образыңнан басқаша бола бастасаң, сені 200 деп айтып бастайды. Бірақ қыздар, біз не то, что 200, біз 1100-міз. 2100. 2100-міз. И когда сен сол нәрсені өзің ашып мойындағанда, ашық айта алғанда, уже сенің өзіңе де ол қиын болмайды, та? Ой, сен бүгін біртүрлісің ғой. Біртүрлі болып тұрмын. И чё? Сенің бойыңда, мысалы, бір сезім тұрса, сен оны дауыстап сыртқа айта алсаң, ол сезім кетеді. Например, у тебя внутри стоит чувство страха, да, я боюсь этого деп айтсаң, все, страх кетті дейсің. Страх исчезает. Сол сияқты, да, у меня сейчас выгорание, я могу и такой быть деген кезде, все автоматически вообще наше состояние поднимается, наша психика понимает, что, ну да, мы можем и такими быть деп ойлайды, да. Тема. Бізде қазір, біз именно мына поколениеміз ғой. Бізге ата-анамыз сол ашулануға рұқсат бермеді. Ана өзіміздің ойымызды айтады, әпкеңнің алдында не жоқ саған сөйлеп, тыныш отыр деген секілді көп нәрселерді бізге айтты, да. Бірақ біз түсінуіміз керек, экологично өзіңнің ашуыңды шығаруға болады. Біз ашу шығару десе, адамдар сразу ассоциация немен жасайды? Ұрумен жасайды, бірдеңені сындырумен жасайды. Но ол андай не экологично ашуды шығаруды. Ал экологично ашуды шығару, шынымен мысалға, мен, например, үйде өзім күйеуіммен, менде өзімнен андай лайфхак бар. Жынданасың адам болғаннан кейін, мен тұрамын да, мен саған жынданып тұрмын. Бірақ мен қазір саған емес, білмеймін, кезінде анан саған айтпағаныма жынданып тұрмын. Но сен крайникас сен боласың деп айтам да, он такой,
Хорошо дейді да. И түсінеді ол мен не үшін бұлданып жүргенімді деген секілді ше. Жаңа сенің айтқан нең лайфхагың, то, что произносить вслух, да, өзіңнің қазіргі сезімдеріңді, это ең бірінші про наблюдение же. Человек наблюдает, что он чувствует, а ондай адамдар всегда жоғары вибрацияда болады. Себебі ол өзінің қандай состояниеде екенін сезінеді да. Ең күшті тема болып жатыр енді мына нәрсе, мына подкаст. Мен өте қуаныштымын. Жалпы сен қазір осындай нәрселерді қыздарға бөлісіп жатқаныңа, и сені де менің ойымша аудитория содан кейін жақсы көреді. Оларға керек нәрселерді айтасың да, өзің осы нәрсені өткізгеннен кейін. Енді мынандай менде сұрақ. Я, Зарина, біз қазір білеміз сенің жігітіңнің бар екенін, сенің отношениедегі қыз екеніңді, бірақ сенің отношениеңді көрсетпейсің. Бұл сенің правилаң ба, или үйленгеннен кейін көрсетемін дейсің ба, немесе мүлдем көрсеткің келмей ма? Осы жақынан ашайықшы. Сәлем, бұл менің Лаула СММ мектебім. Бұл мектепте СММ мамандығын оқытып, оқушыларды табыс табуға үйретеміз. Бізге келген оқушылар оқып жүріп клиент табады. Обучение конверсиясы бітпей жатып, бір айдың ішінде 56% көрсетті. Сабақтар әдемі платформада, ыңғайлы, әдемі болып осылай упаковка жасалған. Тек СММ ғана емес, TikTok, мобилография, графикалық дизайн, таргетті меңгеруге болады. Алматыда офлайн обучение де болады. Теориямен оқығанды 300-де практикада қолданамыз. Ал мынау оқушылардың нәтижелері. Егер сіз де осы мектептен оқып, СММ маманы болып айына кемі 500 мың миллион жалпы базаңды құрастырғың келсе, немесе бар базаңды дамытқың келсе, предзаписке жазылыңыз, сілтеме төменде тұр. Мен жалпы өзімде осындай бір принцип бар негізі. Мен тұрмысқа шықсам да негізі көрсетпейсің. И ол адам публичный емес сондай, иә? Публичный адамды да сен қаламадың ба? Мен өзім жалпы кішкентай кезімнен бастап менің күйеуім, болашақ күйеуім актер болмайды, әнші болмайды, немесе мен болашақ күйеуім блогер болмайды, мүлдем. Это не подходит мне, да? Мне нужен спокойный человек, мудрый, взрослее меня, потому что я сама такая эмоциональная, более чувственная, я человек эмпат, поэтому қасымда мені қолдайтын, мені былай сабырға келтіретін өте сабырлы адам керек. Бірақ сонымен қатар ол адаммен маған қызық болу керек. Юмор жағынан болсын, өмірлік интерес, хобби, айтатын әңгіме, білім бойынша да тең болу керекпіз деген сияқты. Сондықтан көбісінің сұрағы неге көрсетпейсің деп сұрайды. Мен тұрмысқа шықсам да көрсетпеймін. Мен болашақта енді ана атанып жатсам да баламды көрсетпеймін. Мен жалпы солай. Өзім бұл көз деген де бар, бірақ одан бұрын бұл менің ішкі қалауым. Это настолько такое личное, поэтому вот. Жарайды. Ол кісі сенен біраз жасқа үлкен ба? Сен жаңа мудрее болғанын қалаймын дедің ғой, жоқ әлде өзіңнің жасыңда, бірақ мудрый адамды да табуға болады деп ойлайсың ба? Жоқ, біраз жас емес. Мен осы 21-ге кеше ғана толдым ба. Арамыз 8 жас. Қатты үлкен емес. Самое то. Ол менен ақылдырақ, көбірек біледі, көзі ашықтау, өмірден алған практика көбірек. Сондықтан мені көп нәрсеге үйретіп, нұсқау беріп, сабырға келтіріп, менімен бірге жалғаласып, ұрыспай, мысалы, эмоциямды сәл болсын түсіріп, сөйлесе алады да. Эмоционально зрелый адам. Эмоционально зрелый, уже спокойный, мудрый человек. Ал егер ол ровесник болса, мысалы, мен ойлаймын, мен өз жасыма сәл менталды түрде мой ментальный возраст намного старше, чем мой биологический возраст. Допустим, если мне 21, я ощущаю себя на 28, вот так ментально, да, если учитывать мои знания, то, что я читаю, знаю и так далее. Сондықтан маған менің жалпы жасыммен бірдей адам маған мүлдем келмейді. Сондықтан ол менен 8 жасқа үлкен, Сен қашан өзің тұрмысқа шығуға дайынмын деп, сен қазір өзіңді тұрмысқа шығуға дайынмын деп ойлайсың ба? Шыққың келеді ма? Жоқ әлде жоқ, қазір мен олай сезінбеймін дейсің бе? Негізі мен осы ештеңені асықтырғым келмейді. Барлығы
барлық алланың қалауымен ең күшті, ең хайырлы болып келеді да маған ше, ол өз уақытында. Сондықтан мен бірдеңені асықтырып, когда я выйду замуж или через сколько уже деп ешқашанда ондай сұрақ, олай өзімді сезінбеппін. Себебі мен өзім полноценный адаммын, у меня есть свои интересы, у меня есть свой заработок, у меня есть свои цели, мечты, у меня есть своя интересная жизнь, и я не нуждаюсь сейчас, и да и в целом выйти замуж и жить, типа, как это правильно сейчас донести? Өмірге асықпайсың. Тұрмыстағы өмірге асықпаймын. У меня сол жақ бақыттырақ деп ойламайсың. Қазіргі сәттен сен кайфовать етіп жатырсың. Қазіргі сәтте сен. Мен ол жақ бақыттырақ деп санамаймын. Менің қазіргі сәтім де бақытты. И ол жерде маған бақытты болатынын білемін. Сондықтан мен ештеңені асықтырмаймын. Бірақ өзімнің болжамым бойынша 22-23 жас маған ең жақсы осы тұрмыс құруға жас деп ойлаймын. Күшті. Сен жалпы осы тұрмысқа, бірақ менің ойымша да ондай жас деген секілді вообще рөл ойнамайтын секілді. Адам өзінің хайырлы уақытысында, кейбір адамға 20 жаста өте әдемі, берекелі отбасын құру бақытты бұйырады, а кейбіреулер тіпті 30-ға келсе де ол 31-де мысалға ажырасып жатады деген секілді ше. Шын мәнінде андай қазір уже жас кішкене карьера құстеп алу керек, сосын барып тұрмысқа шығу керек деген ойлардан арылатын кез келген секілді, Себебі эмоционально күшті зрелый адаммен сен пара болсаң, ол сенің карьераңа да стоп қоймайды, ол сен наоборот только жел беріп саған давай деген мотивациямен сен еще больше өсе бересің деген секілді ше. Бұл жерде еще көп қыздар бар ғой, мысалы тұрмысқа ерте шығып кетті, карьера жасамады, и өкініш сезімі болады ғой. Сондай кезде айтқым келеді, значит, это был наилучший способ от Аллаха дать тебе понять, что вот семья для тебя на первом месте. Или же это был наилучший способ от Аллаха понять, что нужно было поработать деген сияқты. Әр нәрсенің артында бір өзінің смыслы болады ғой. Сол сияқты егер сен ерте тұрмысқа шығып кетсең, просто прими это. Жақсы жағынан фокусты тек қана жақсы жаққа қою керек. Бір техника бар да, осы жерде тоже зато деген. Техника зато. Да, я вышла замуж в 20, родила, не работаю, зато деп осы ситуациядан плюс шығарып алу. Осы техника маған тоже өмірде көп көмектеседі. Сондықтан бізді енді, мен де өзім просто дайректте көп осындай сообщение табамын да. Өзім енді карьера туралы айтамын, мақсат жазу, рост, развитие туралы айтып жатамын ғой, сол кезде қыздарда бір өкініш сезімі немесе бір нәрседен қалып бара жатқан сезімі қалыптасады екен. Мен ол жақты кішкене ойламай қалыппын. Ал негізі кез келген ситуацияда өзінің плюсы бар. Және оған фокус қойып, соны көре алу керек жай ғана. Сенмен келісемін. Да, қыздар, бұл жерде мәселе, сен тұрмысқа шығып кеттің, болды, сен өмірің сонымен бітіп қалды деген сөз емес қой. Жаңағы Алланың ең керемет саған көрінісі, сенің карьера қуғың келетін сондай амбициясы бар адам екеніңді түсіну керексің. И қазір қолыңдағы бар нәрселермен бастап кетші. И Құдай саған керек нәрсені хайырлы түрде береді да ше. Адамдар ойлайды, вот мен тұрмысқа шықпағанымда бүйтер едім, шықпағанымда сөйтер едім дейді. И сіз өткенмен өмір сүріп жатырсыз. И ол өткенмен өмір сүру ешқашан берекесін алып келмейді. Сондықтан да қыздар, наоборот, сіздерде мысалға ертең балаларыңыз өсіп қалады. Сіз өзіңіз жап-жас болып тұрғанда, это бір плюс. Екінші плюс, сіз қазіргі кезде Құдайға сенбей тұрсыз да, Құдай енді как будто сіз тұрмысқа шыққаннан кейін сізге бірдеңені бермей қоятын секілді. Нет, сіздің де өзіңізге 2 еселеп, 3 еселеп, сізге керек ұмтылғаныңызға сай, сіздің несібеңізді береді да. Сондықтан да өзгемен салыстыру жайлы осы жерде айтып кетейікші, осы маңызды. Себебі қазір кезде сізді көреді, тағы да қыздарды көреді, күшті, успешный болып жүргенше, и қыздарда, мен үйтпедім ғой, мен бүйтпедім ғой деген секілді дүние пайда болады. Осы салыстыруға байланысты Зарина не айтады? Адаммен өзін салыстырған кезде мен өзімді болмайды емес, болады, өзіңді кейбір жерде қалып баратырмын ба, мен сонда осындаймын, ол осындай ма деген сияқты салыстырулар болады. Это абсолютно нормально, это психика здорового человека, да. Просто
бір сөз бар ғой тоже, есімде емес, бірақ аятта жазылған, Аллах тағала бір-бірлеріңді 8 миллиард адамды бір-біріңмен салыстырмас үшін ерекше қылып жараттым ғой деген сияқты. Ал сендер сол үшін бір-бірлеріңді салыстырасыңдар дейді. Мен айтқым келеді да, например, әр адам ол частичка Аллаха и родителей, да, мама и папа. То есть, если человек недоволен собой, он должен всегда помнить, мені уже осылай жаратты, значит, мен ерекшемін, өзгешемін, сол үшін мен салыстырмаймын өзімді басқа адамдармен. Я же частичка Аллаха и часть родителей своих. Я абсолютно другой человек. Если у меня там где-то минусы, если у меня что-то где-то не получается, если я где-то отстаю, да, я такой тоже могу быть, но у меня другие плюсы. Деп адам өзін жұбату керек. Негізі адам өзін басқа адаммен салыстырып жатқан кезде өзіне сұрақ қою арқылы ғана қайтадан өзін жинап алады негізі. Ой, она такая, я такая, она успешная, а я вот домохозяйка деген кезде. А в чем плюс твой, деп өз-өзіңе сұрақ қой. А дальше что? А за этим что стоит? А что от тебя, типа, какие у тебя еще, может быть, лучшие стороны, деп адам өз-өзіне сұрақ қою арқылы басқа адаммен бір өзін салыстырмайды. Сол кезде. Келісемін. Иә, жаңағы айтады ғой, жаратушы былай айтқан екен. Дүниелік заттарға келгенде өзіңнен төменмен өзіңді салыстыр, ақыреттік затқа келгенде өзіңнен жоғарымен өзіңді салыстыр. Сен қазір өзіңді салыстыр, сенен төмендеу деңгейдегі, мысалы, үй жоқ адаммен, баспанасы жоқ адаммен, сенде одан қарағанда әлдеқайда көп нығмет бар да, соған шүкіршілік етесің. Ал ақыреттік сенің діннен білімің, сенің Аллаға деген сенімің одан мықтырақ адаммен салыстырсаң, сен түсінесің да, то, что, блин, тебе так много еще нужно работать деген секілді ше. Сондықтан да салыстыру это абсолютно нормально. Ол мысалы сенде де болады, ол менде де болады. Мен де отырамын иногда, как будто я отстаю деген секілді. И сол кезде болады да, но бірақ мен өзімді былай айтам сол кезде. Да, Лаура, сен салыстырып жатырсың. Я понимаю, это нормально. Это нормальный процесс. Я не требую от тебя, чтобы ты всегда была собой довольна. Жаңа уровеньге шығуымыз керек шығар. Деп солай мойындағаннан кейін жеңілдейді, иә? Әлдеқайда. Салыстырған кезде адам өзін екі жақта салыстыра алады да, біреуі тек қана өзінің самооценкасын төменге түсіріп тастау үшін салыстырады, ал кейбіреулер өзінің стеклянный потологын көріп тұрып, вот сюда мне нужно, осылай ұмтылуға болады деп мотивациямен салыстыруға болады. Осы екі нәрсені ажыратып алу керек. Егер сен өзіңнің стеклянный потолок деген, мысалы, өзің потенциалың бар, бірақ потолокторда көріп тұрсың да, неге жете алатыныңды, бірақ істей алмай тұрсың да, істемей бастамай жатырсың. Сол кезде басқа адамнан мотивация алуға болады, тыңдауға болады, өзіңді кішкене салыстырып, анализ жасап, мен адамнан осындай инсайт аламын, мен осы адамнан осындай качество аламын, осылай ойлау керек екен деген сияқты лайфхактарды жазып, өзің мотивация алып, тек ұмтылсаң болады салыстыру арқылы. Ал кейбір адамдар өзін тек қана, как сказать, самооценкасын төменге түсіріп, жаман жағынан салыстырып бастайды. Осы екі жақ негізі экологично өз-өздеріңізге қайсысы жақсы, қайсысы жаман екен бөліп алған дұрыс. И әлем саған сол подтверждениені береді дейсіз ғой. Сен жаман жағынан салыстырсаң, реально сенің жаман екеніңді көрсете береді әртүрлі ситуациямен, жолың болмауымен. Ал жақсы жағынан салыстырсаң, сенің жолың ашыла береді, мүмкіндігің кеңейе береді деген секілді. Зарина, енді сенде ары қарай өскің келеді. Біз адам болғаннан кейін, қандай күшті уровеньде тұрсаң да, адамдар сырттан ғана ойлайды да, бұл өзінің патологында ғой уже деп. Бірақ мойындаш, сенің де ішіңде болады, еще что-то новое хочу, тағы новый уровеньге деген секілді. Енді Зарина жасауға қорқып тұрған, бірақ ұмтылып атқан қандай белестерің бар? Куда ты стремишься? Куда я стремлюсь? Так. Вот, знаете, опять же, я вот не тороплю никакие события. Всегда бір мүмкіндіктер келген кезде, бір мысалы предложение келеді, шығасың ба, жасайсың ба, түсесің ба деген кезде, ең бірінші ол жүрек қалауы. Өзім жүрегімді тыңдаймын. Самые первые эмоции — это самые искренние и честные эмоции, да, они никогда не врут. Если вы мне задаете какой-то вопрос, если этот вопрос мне не нравится, значит, тут вот именно честность, да. Сондықтан ойланбай сразу өз-өзіме іштей жауап берем. Я жоқ деген сияқты.
сол секілді кейбір мысалы шақыртулар келеді, предложениялар түседі. Сол кезде ең бірінші өзіме сұрақ қоям, жүрегім қалап тұрса жасаймын, қаламаса жасамаймын. Ештеңені асықтырмаймын, ақша бар ғой деп барлығын істей бермеймін. Бұл жерде менің ең бірінші қалауым, абыройым, содан кейін адамдарға пайдам тие ма, тимей ма, ал содан кейін барып ақша тұрады да, опять же. Вот. Если говорить о целях, то вот менде 2026-ға как раз таки осы декабрьде всегда хакатон болады ғой. Өзіңнің мақсаттарыңды жазу, жылына 100 мақсат жазасын, ол 100 мақсаттың ішінен 10-ды алып шығасын, 10-ның ішінен 5-ті алып шығасын. Сол топ-5 моих целей на этот год болады ғой. Алдыңғы жылды қарастырсам, барлығы орындалғанда, кейбір бір минус мен өзімнің бір жылға өте үлкен етіп қойып жібергенмін да. То есть мне 20 лет, но мен 30 жастағы адамның жасайтын нәрсесін қойып жібергенмін да. Вот там была моя ошибка немножко. Поэтому осы жылға енді мен көпте болмаса да Forbes 30 under 30 бар ғой. Бірақ білеймін енді, мен енді білуші емеспін барлығын, бірақ соған талпынып көремін. Бір үлесін қосып, өзім еңбектеніп, жасап көргім келеді. Басты мақсат осы болып тұр. Вау, қандай күшті. Сенде былай қарасаң, әлі 8-9 жыл уақытың бар ғой, онда кірмей. Құдай қаласа, өте күшті, бұл ауқымды сенің қалауың, күшті. Енді сенде андай айтып жатырсың ғой, былтыр мен 5 үлкен мақсат қойыппын, бәрі орындалыпты деп. Сен сол кезде уже білдің ба, қаладың ба өзіңе жаңағыдай BMW сатып алуды, немесе ол уақыт өте келе болған сондай бір орындалған мақсатың ба? Жоқ, мен менің жазған мақсаттарым орындалған мақсаттарыма қарағанда сәл кішірек болған. Мысалы, BMW емес, это был примерно Camry. Типа, но мен на деле в жизни я купила BMW. События меняются, но в целом машина десем, машина алдым. Оның барлығы қайдан келеді? Сол жазып отқан сәтте өте сконцентрировано и с большой любовью, и с верой в себя. Ты пишешь, а потом постоянно держишь в фокусе. То есть мен сол өзімнің топ-5 мақсатым бар ғой, үйге стикерлерге барлық жерге жабыстырып тастаған едім. Боянатын айнамның алдына, шкафқа, тіс жуатын айнаның алдына, үйден шығып бара жататын айнаның алдына, вот 5 мақсатымды стикерге жазып қойып қойғанмын. То есть менің фокусым барлық жерде, мен айнаға қараймын, соны қайттан оқып қаламын, миыма ол автоматты түрде сигнал болып барады. Сондықтан осылай өзімді бір жыл бойы фокуста ұстадым, соған әрекет еттім, нәтижені ойламадым, сол кезде маған нәтижені ойлағаннан да күшті қылып берді ғой. Ал сен қалай ойлайсың, мысалға адамдар қанша жылдап үй алу деп мақсат қоя береді? Всегда они хотят купить дом. Мысалы, машина, үй деген ол ең базовый екі арман ғой, бүкіл адамдағы бар. Олар жылда сол мақсатты қойып жатыр. Жылда алғысы келіп жатыр үй. Бірақ ала алмай жатыр да. Не әсер етіп жатыр деп ойлайсың олардың сол мақсатына жете алмауына? Они ведь тоже ставят цели. Они ведь тоже хотят. Ең бірінші мен ойлаймын, ол материалды зат аламайтын адамда әкесімен проблема. Ал күйеуге шыға алмайтын, немесе жігіт жолықпайтын қызда анасымен проблема. Дәл солай ер адамдарда да. Ең бірінші, ең базовый нәрсе, сол екі нәрседен бастау керек. Сен материалды дүниеге бірінші қарамас бұрын, сен ең бірінші өзің ата-анаңнан баста. Екеуімен отношение дұрыс болу керек. Сен егер мысалы әкеңді менсінбей, оны тыңдамай, сөзін жерге тастап, сыйламай, құрметтемесең, онда саған ақша үлкен потокта келмейді. Финансовая дорога у тебя просто закрыта. Өмір бойы сенде мелкие, может быть, доходы будут приходить, какие-то штрафы постоянно в жизни будут. Ақша келеді, бірдестен жоқ болып кетеді. Ақша келеді, кредит төлейсің, ананы төлейсің, коммуналка жоқ болып кете береді. Сондықтан ең бірінші нужно начать со своего состояния.
Поэтому әкеңмен проработка жасайсың, анаңмен проработка жасайсың. Жарайды, психологқа барма, коучқа барма, жай ғана 2 дәптер ал да шүкіршілік жаз. Сол кезде уже понимание болады. Баста миымыз уже, психикамыз қабылдайды ата-анамызды. Сол кезде сен шүкіршілік жазған кезде анаңмен жайлап сөйлесіп бастайсың, оны құрметтеп бастайсың, жақсы көріп бастайсың. Ең бастысы, олар сенің ата-анаң болған үшін сен оларды жақсы көру керексің. Вот, менің ойымша ең бірінші осы. Екінші, адамдар осы үй алам, машина алам дейтіндер, олар жазбайды. 80% жазбайды, мен оны точно білем. Даже өзім туысқандарыма да қарасам, олар үй алу керек еді, машина алу керек еді, кредитқа ұраса аламау деген сияқты. Оларда уже негативное мышление, да? Есть такая книга «Чемпион в раздевалке» деген. То есть сен раздевалкада сол форманы киіп стадионға шықпас бұрын өзіңді чемпион етіп сезіну керексің, да? Ал олар үй алу керек еді, кредитке дей салады, да? Өзіне сенбейді олар, өзінің состояниесін дұрыстамайды. Не жеп ақша тауып жатыр бүйтіп. Тек қана осуждать болып тұр ол жерде. И үй аламайтын, машина аламайтын адамдарда өте көп претензия өмір бойы. Неге үкімет өйстеді, неге блогерлер өйстіп табады, оларға штраф беру керек, мынау неге бүйтіп киінеді, ана туысқандар неге бізге өйтіп сөйлейді деген сияқты претензиясы көп. Егер адамның өзінің претензиясы көп болса ана өмірге, значит ол ешқандай да мақсаттарына жете алмайды. Постоянно бір тосқауылдар бола береді. Сондықтан бұл әлемге, жалпы әлем, мир — это фуршетный стол. Я могу брать все, что я хочу деп қарау керек. Сен әлемді бір супермаркет ретінде қарастыр. Ол жерде керек саған етте, нанда, майонезде барлығы бар. Өзінің тележкаңа кез келген нәрсені сала аласың. Тек қана бір-екі әрекет керек. Супермаркетке кіру, алу, төлеу. Болды, дәл сол сияқты мақсатыңды қой, әрекет жаса, нәтижені Аллаға тапсыра сал. Вот. Ең бастысы бұл жерде екіншісінде ол өзін үйі бар, машинасы бар адам ретінде сезіне алу. Ол жоқ болса да, мысалы. Бір музыка болады, например, ұнайтын сізге. Соны көп менде да, например, бір музыка болатын еді, Girl on Fire деген. Сол өлеңді көп тыңдайтын едім, да, машина жоқ, автобустасың ғой. Сол кезде уже машинасы бар адам сияқты, сол машинада кетіп баратырмын, люк аштым, түстім, прям красотка өзімді сезініп, тыңдайтын едім, да, это же тоже визуализация. Я себя уже так ощущаю, получается. Сезімдер, эмоциялар, жаңағы айтқан сөздер қайтадан рөл ойнайды. Және үшіншісі ол әрине әрекет. Көп адамдар жазады, қоя салады. Әрекет жасамайды. Мен жаздым ғой, самое главное дейді. Жоқ. Ой, извиняюсь. Обязательно действия должны быть. Цели любят быстрые действия, поэтому нужно действовать быстро. Мен сенімен толық келісемін. Өте әдемі, мен ойымдағы нәрселерді айттың. Мен қосып өтсем бола ма бір нәрсе? Просто менің аудиториям, в целом подкастты көретін адамдар ойлайды да, подкастты интервьюмен шатастырады. Айтады, неге жүргізуші перебивать етеді, неге біз жүргізушіні тыңдауға келмедік дейді. Но мен мына нәрсені айтайын. Достар, подкаст деген дүние мен интервью деген дүниенің айырмашылығы бар. Интервью — это когда жүргізуші тек сұрақ қояды. Подкаст екі адам белгілі бір тақырыпта өздерінің ойын қосады. Подкастта тек бір адам сөйлесе, это плохой подкаст. Ал интервьюда егер жүргізуші дұрыс сұрақ қоймаса, это плохой интервью деген сондай бір өзінің ережесі бар. Сондықтан бұл подкаст форматы болғаннан кейін менің өз ойымды қосуым бұл тұрғылықты және де болуы керек дүние, да? Сондықтан да қазір кішігірім осындай вставочка болсын. Жалпы сенің айтқаның маған, знаешь, қай жағынан күшті өтті. Себебі мен өзім осы нәрсені зерттеймін, да? Ойланам. Вот иногда даже бывает, мен ойланам да, құдайым маған күшті, бәрін жеңіл бере бересің. Бірақ басқа адамдарда қалап жатыр ғой, неге оларда жоқ деген секілді көп ойланам осы сұрақтарды. Чтобы біз екеумізде наставник болған екен, оқушыларымызға осы нәрсені жеткізу үшін ше. Сен жаңа үш нәрсені айттың ғой, ата-анаңмен отношениеңді қара дедің. Одан кейін өзіңнің сеніміңді, осуждение, обсуждение деп отырасың ба, соған қара дедің, және әрекет ет дедің. Және осы үшеуінде енді былай алып қарасақ, күшті айттың да, үшеуінде де бізге ответственность керек қой. Ата-анамен отношениеде көбінесе адамдар
ответственностьті ата анасына ысырып қояды да. Менің мамам недолюбила меня. Менің ата анам маған жағдайды жасамады. Или менің әкем сондай скрытый адам, өмір бойы оған сен махаббатыңды көрсетсең де ол в ответку оны бермейді деген секілді екеуінің отношениесіне бала ретінде жауапкершілік алмайды да, бүкілін ата анасына ысырып қояды. Или ана адамдар бар, өмір бойы соларды прорабатывать ете береді да, бірақ бәрібір нәтиже жоқ. Бірақ бәрібір ештеңе шықпайды. И үшінші адамдар бар, наоборот солардың жағдайын жасай береді, ата анаңды жынды болсам да байлап бағу керек дейді да, бірақ өзінің өмірде қалаған орнын таппады, өзінің менін таппайды. Но осы үшеуі де айналып келген кезде вы не берете ответственность за свое отношение с родителями. Сен баласың, бірақ айту керек кезде сен де өз ойыңды айту керексің. Ата ананың да шектен шығатын кезінде өзіне қабылдамау керек кезде қабылдамау керексің. Сен ответственность алу керексің. Бұл да жауапкершілікке айналып келеді. Одан кейін жаңа обсуждение. Они тоже не берут ответственность на свою жизнь. Да? А обсуждение оларға жеңіл, біреудікін жоққа шығара салу жеңіл, бірақ өзінің өмірі үшін жауапкершілік алу өте қиын да оларға. Себебі не обсуждать, это же тоже очень высокая ответственность, да? Лучше же обсудить деген секілді. И әрекетке келгенде де дәл солай да. Тағы бір қосарым. Мысалы, неге бір ер адамды қарастырайықшы, просто мысал ретінде да, 30 жасқа жасы жетіп қалды, неге әлі үй, машина ала алмады ол. Себебі ең біріншісі, ол өз жауапкершілік ала алмайды, екіншісі ол пысық бола алмайды. Ориентир деп айтамыз, осы өмірдегі ориентирі жоқ. И таким категорически запрещается жениться. Просто, например, машина – это огромная ответственность. То есть ты идешь в ЦОН, оформляешь, номер шығарасың, оны жөндеу, оған бензин құю, бензинге ақша табу, оның барлығы жауапкершілік қой. Сол сияқты дәл солай үй. Ал содан кейін неге ол машина ала алмайды? Себебі ол осы өмірде пысық емес. Ориентирі, яғни жақсы емес. Мысалы, байқайсыздар ма, қазіргі таңда кішкентай балалардың комнатасынан карта ретінде обой жасайды ғой. Карта мира тұрады. Это для чего делается? Это неспроста, да? Просто баланың осы өмірде өзінің орнын таба алу және ориентирі болу. Даже ориентир, я буду мальчиком или девочкой деген жерден де басталады, да? И просто ол картаға қарап, мы находимся здесь деп айтады, мы находимся в Африке деп айтады, или вот здесь Египет деп айта алады, да? Сондықтан оларға негізі карта қояды, кейін өсе келе ересек өмірде ол өзінің орнын таба алу, жұмысқа орналасу, жауапкершілік ала алу, бір определенный сұрақтарға жауап бере алу деген сияқты. Даже туристтің өзінде бір, например, звондайсың ғой біреуге, осы мәңгілік елдемін десең, қай жер ол, ненің жаны, фотоға түсір жер, местоположение скинь дейтін адамдарда уже ориентир аздау да. Яғни бұл уже осындай мелкий нәрседе ориентир аз болса, яғни ол жауапкершілік алып, үй алуға дейінгі жолды ол әлі білмейді деген сөз. Сондықтан ең бірінші өзіңнің осы өмірдегі орныңды, чего ты достойна, как ты себя ощущаешь, где ты прямо сейчас находишься, где точка А, где точка Б, как до этой точки дойти, и конкретный план А, план Б, план С жазып шығу керек, да? Четкость, ясность и конкретность болу керек в голове. Вот. Тема айттың, вообще, молодчинка, я так горжусь тобой, блин, ты такая умничка. Андай ғой, точно айттың, шынымен мені это тоже бесит. Таксимен урамен де жүрмеймін, бұны таксимен жүрген кезде мен соған күйетімін ғой. Мен айтам да, мен еще андай өте нелерге қатты мен бұрында ориентир ұстай алмайтынмын, кстати. Но потом я поняла то, что ол менің өмірімді ауырлатады. Ананы барып, ана жаққа жаяу жүруің керек болады, алдына шығуың керек болады. Содан кейін мен кәдімгі үйде отырамын да, бір күні зерттеймін ғой. Тура маған такси алдыма келу үшін мен қалай дұрыс қоюым керек местоположениен деп. И мен сөйтіп қоямын всегда, сөйтіп қоятын болдым соңғы жарты жыл. И такси тура менің алдыма келеді. Кайф, ешқандай онымен сөйлесудің, түсіндірудің қажет жоқ та. А иногда бір нелер, водительдер звондайды. Қайда тұрсыз, қарындас дейді да. Ағай, мен тура точканы белгіледім Яндекста. Сонымен келіңіз десең, түсініксіз мына жер дейді да. И мен сол кезде түсінемін да. Мама. И ол адамның еще больше энергиясын алады ғой. И то же самое, мен қазір қанша 6-7 ай болды машина айдап жүрмін.
И я понимаю, машина айдау ол өте үлкен жауапкершілік екен. И сені есейтетін үлкен фактор екен. Сен машина айдаған кезде это не только классно, это не только круто, да, и сен өзіңді күшті сезінесің. Машина айдаған кезде сен сыртқа шығып жолда өзің үшін, жолдағы адамдар үшін, өзге машиналар үшін жауапкершілік аласың, да. И осы сенің жауапкершілігіңді кеңейтеді. Содан кейін екен ғой, енді байқайсыздар ма андай несі характері мынандай қыздар неде отырады, рөлде отырады көбінесе. Деп машинаны жақсы айдайды олар. Жақсы айдайды олар. Енді деп қалғандар көбінесе отырмайды неде, рөлде отыра алмайды. Себебі рөлға отыру үшін де дух керек екен, да. Ол тоже дух, это то же самое, что и жауапкершіліксіз бағана айтып жатсыз ғой, картаны былай зерттеп, үйде точка қайда ровно такси келу үшін қайда қою керекпін мен осы деп зерттедіңіз ғой, тура сол сияқты. Тура сол сияқты осы үйді алу үшін бүкіл ситуацияға төбеден қарап та, осы үйді алу үшін қандай үш іс-әрекет жасау керекпін мен деп адам өз-өзіне сұрақ қойып, ровно қойған кезде соған жетеді ғой. Точно. Еще үйдің суммасы да ол минимум мысалы 30 миллион деп алатын болсақ, сен значит 30 миллионның жауапкершілігін алу керексің. 30 миллион теңге келетіндей жұмыс жасау керексің, да? Ал ол сенің, конечно, там, не знаю, бір кішігірім жұмыстарынан ондай ақша түспейді. Егер сен бұрынғы жұмысыңды жасай беретін болсаң. Олар сол бұрынғы жұмысын жасайды, ешқандай новый жұмыс жасамайды, но хотят новый результат. Извините, меня такого результата нет деп күшті айттық деп ойлаймын, менің ойымша. Өте үлкен инсайт. Инсайт болды деп ойлаймын, шын мәнінде. Жаңағыдай блогерлер жек көреді, бұларға ақша аспаннан жауады, анау мынау дейді, бірақ ондай аудиторияны ұстаудың өзі это же и про ответственность деген секілді ғой. Көп адамның міне энергоемкости осындай ответственностьті алуға жетпейді, содан кейін олар и блогер болмайды да. Негізі блогерді ішкі кухнясын көрсең, ол өте қиын екенін де сен түсінесің ғой негізі. Супер. Зарина өте керемет, өте андай тығынықты, өте бір ішінде вода емес, мән мағынаға толы подкаст болды деп ойлаймын. Все, что ли? Давайте жалғастырайық десек. Бізді көріп жатқан қыздарға енді міне, Зарина, дәл қазір әрбір қыз естуі керек деген қандай сөздерді жеткізгің келеді? Сенің сен болып қалыптасуыңа көмектескен советтерді берші біздің қыздарға. Мое мнение, самое первое, это знание. Все-таки это знание. Сколько бы ни крути, это также знание и образованность. Ол барлық жерде керек болады. Сен жұмыс жасайсың ба, жасамайсың ба, адамдармен коммуникация барысында да, ертеңгі күні мысалы күйеуіңмен болашақ немесе жігітіңмен отырған кезде де грамотность нужна, да? Келісім шартқа келіп жатқанда да грамотность нужна. Поэтому самое первое это начитанность и насмотренность. Оның ішіне тағы пысықтық кіреді, да, получается. Сен оқисың, көресің, постоянно новые знания, жазасың, оқисың. Сол жерде, сол кезде саған пысықтық келеді, жаңа ой, идея келеді. У тебя будет есть, вот у тебя будет то, чем ты можешь там поделиться, допустим, быть полезной для человека или поболтать. Интересный собеседник бола аласың. Қандай знаниелерді алуға сен кеңес бересің? Алгебрадан алған знание вообще керек болмады ғой бізге өмірде. Ондай емес, ең бірінші өзіңнің окружениеңнен бастауың дұрыс шығар. Ең бірінші кітап демей ақ қояйын, енді окружениеңнен бастап, айналаңдағы адамдармен, әкеңнен, анаңнан алатын білім бар. Мама, как бы вы достигли этого, мама, осы жерде қалай жасадыңыз, осы бір ситуация болған еді ғой, осы қарыздан қалай шықтық біз деген кезде. Это же тоже насмотренность, начитанность. Поэтому ең бірінші айналаңдағы адамдардан керекті инсайттар ал. Ал содан кейін именно қыздар болса, мен Луиза Хейдің кітаптарын кеңес беретін. Луиза Хейдің өте-өте көп, барлық кітаптары күшті оның. И жеңіл оқылады, барлық психикаға да жақсы, отношенияға да, женская энергия, состояние, барлық тема қамтылған. Екінші қыздарға айтатын білімнен кейін, ол ішкі сұлулық пен сыртқы сұлулықты баланста ұстау. Көп қыздар боянады, киінеді, күшті, сырт келбетіне сөз жоқ. Ухоженная, но сөйлеген кезде все, уже у тебя уже андай, как сказать, другие ощущения, уже впечатление другое. Поэтому қыздар, это опять-таки про грамотность, про
образованность. Внешний вид особенно важен. Лично для меня внешний вид человека о многом говорит. Мысалы, сенің қалай боянғаның, киінгенің, қандай түстегі киімдерді таңдағаныңның өзі адам туралы өте көп нәрсе айтады, және сол қандай түс сен киіп шығасың, негізі білесіздер ма, өте қызықты факт, негізі тоже кейбір ситуацияларды, кейбір мүмкіндіктерді тартады. Мысалы, ярко киінетін адамдар бар, немесе чисто черный болып жүретін адамдар бар. Сондықтан өзіңізді максималды түрде зерттеп, қандай жалпы түс келеді сізге, қандай жақсы көресіз стиль, барлығы ютубта да, Safari, ChatGPT қазір күшті ғой, заман дамыған. Сондықтан өзіңізді сыртқы сұлулықпен бірге ішкі сұлулықты қосып, екеуін баланста ұстасаңыздар өте күшті болады. Үшіншісі, егер мысалы студент болса, мама в декрете болса да, үлкен уже жасқа жеткен әйел болса да, мектеп оқитын бала болса да, әрқашанда мақсат жазып жүру, шүкіршілік жазып жүру. Хотя бы осы екеуін жазса, ол кейін өсе келе, даже, знаете, эффект, мысалы жазады ғой адамше сол мақсатты, сол жазған нәрсе 50%-ке уже орындалып қойды, считайте, 50%-ке. Жазатын адам мен жазбайтын адамның айырмашылығы осыда. Жазатын адам ол жазды, 50% уже бар ода, жазбайтын адам просто айтты, жоқ ода, 0% әлі. Сондықтан жазыңыздар, эффект сразу даже көретін боласыздар да. Менде ондай ақша жоқ, қалай ондай мақсат қоямын деген ойларды алып тастай салыңыздар, армандаңыздар, мақсат қойыңыздар, қорықпаңыздар. Егер мен бұндай мақсат қоюға қорқып тұрмын, жете аламын ба, жете алмаймын ба деген ой болып тұрса, прям так и скажите. Айтып, шығарып, сол сезімді алып тастаңыздар, и все. Шүкіршілік мақсат жазу, үшіншісі. Төртіншісі, жұмыс жасау. Жұмыс жасама деп, или болмаса жақсы ерді кезіктіру деп пока что айтқым келмейді. Ең бірінші адам өзін полноценный болып сезінген кезде, өзінің интересі, финансы, жалпы состояниесі, энергиясы өзіне жеткілікті болған кезде, автоматты түрде сондай адам келеді. Ол туралы даже ойламайсың да. Неге менде жігіт жоқ, неге мен жігіт кезіктірмеймін дейді ғой қыздар. Өздерінен бастаңдар, өздерінен. Ты себя, значит, не ощущаешь полноценным человеком, поэтому ты хочешь, чтобы какой-то другой человек пришел, поднял твое состояние, энергию и так далее. Сондықтан өзіңіздің состояниеңізді бір целый мир, целый адам, целый система ретінде, ресурс ретінде өзін қалыптастыру керек, соған жұмыс жасау керек. Помимо этого, и в прямом смысле жұмыс жасау керек. Қыздар маған шынымды айтсам, қанша жерден женская энергия деп жатыр қой, бірақ мне очень нравится энергичный и пахари қыздар ұнайды маған. Өте көп жұмыс жасайтын, энергияға толы, за любой движ, легкий на подъем, сондай қыздар өте қатты ұнайды. Өзіңіздің состояниеңізді, энергияңызды соған келтіріп алсаңыз, это очень легко на самом деле. Вот азанда тұрып, сразу боянып, киініп, завтрак ішіп, жұмысқа кірісетін қыздар, вот это реально круто. Дезмотивациядан қарағанда. И жұмыс жасаған адам, ақша тапқан адам, ол өзін уже 50%-ға полноценный адам сезінеді, так легче. Ал қалған 50%-ын уже оқып, білім алып, өзіңмен жұмыс жасағанда келеді да автоматты түрде. Осындай бір кеңестер берер едім. Күшті. Андай эрудированный қыз болыңдар деген күшті нені айттың, смыслды жеткіздің деп ойлаймын. Шын мәнінде мен толық келсем. Қазір мысалға кезде маркетингтің заманы ғой енді. Біз мысалға Заринаның үстіндегі киімді киіп көргіміз келеді. Қазір тренд болып жатқан киімді кие салады да қыздар. Но көбінесе мен байқағаным, мен мысалға әр сезонда сенде как раз dress for you бар ғой. Киімнің мен үшін маңызын айтайын деп едім да. Андай да, бүйтет, мен уақыт өте келе бара-бара, мен уже нормально болып өсіп жатырмын ғой. Енді мен киімге фокус қоймауым керек. Короче, тек ақ футболка, қара джинсы киіп алсаң да өзіңді уверенно сезін деп айтып жатады ғой көбінесе. Мен сондай болайын дедім да. И мен біраз уақыт сөйтіп жүрдім. Гардеробымды обновлять етпедім. Бір киімді өзімді уверенно сезінемін да киіп жүре беретінмін. Но бір кезде я понимаю, так я теряю себя. Потому что та Лаура, которая вот есть во мне, она такая яркая, она любит проявляться через стиль, да. И мен осыны өзіме мойындаған кезде
да ну нафиг. Мен андай көбінесе айтады ғой, ақша көп тапқаннан кейін сен наоборот наряжаться етуіңді қою керексің, сол кезде сенде тихая роскошь болады дейді ғой. А мен өзіме шын мәнінде мойындадым, менің ішім әдемі болса сыртым да әдемі болу керек, и мен всегда әдемі болып жүремін дедім да. И мен каждый сезон стилистпен жұмыс жасаймын. Стилист мен айтамын, мен қазір өзімді былай ощущать етіп тұрмын, менің осы стилімді отражать ететін маған киім таңдап бер, алып бер деп айтамын да. И шын мәнінде это же тоже про себя. Сен сол сәттегі өзіңді, сол сәттегі ішкі сезімдеріңді, сол сәттегі ішкі күйіңді киім арқылы көрсетесің да. И киімді даже таңдап кию, ол сен өзіңнің кім екеніңді білсең, сен өзіңе киімді өзің таңдай аласың. Сен киім арқылы өзіңді ашасың да. И как раз таки жаңағыдай мысалға, қыздар бізде көбінесе только жаңағы іштерінде кішкене пустота болған кейін сол пустотаны әдемі киіммен жабуға ғана тырысады ғой көбінесе ше. И бір конкретный модель болады ғой оларда. Қазір қыздардың барлығы осылай киініп жатыр. Мен де осындай шуба алу керекпін. Мен де осындай етік алу керекпін, барлығы осылай киініп жатыр дейді. А на самом деле все исходит изнутри. То есть твое желание тоже должно учитываться. Например, бывает день, когда я хочу выглядеть в коротком. Это моя такая Зарина хочет проявиться один день. Бунтарка Зарина. Бір күні мен спортивка кепкада жүргім келеді. Тоже сондай спортивная Зарина шыққысы келіп тұр. Нужно давать место каждому. То есть нет такого правила, что нужно носить постоянно пиджаки, красиво выглядеть, всегда каблуки, платья. Нет такого. Как ты себя ощущаешь, так нужно одеваться. Главное, ухоженно, стильно. Стильно — это не всегда дорого. Поэтому это андай қыздарда бір принцип болуы мүмкін. Андай киім алғым келмейді, қымбат қой деген сияқты. Можно одеваться дешево, но со вкусом. Выглядеть ухоженно, при этом очень просто. Поэтому как вы себя ощущаете? Вот сегодня что я хочу, деп себе задаете вопрос. Если первый ответ спортивка, тогда надеваем спортивку, значит. Ну, не надо себя заставлять или подстраиваться под какую-то модель, я считаю. Да, ухоженный болып жүру керек екен ғой деп күнделікті андай вылизанный ухоженность жасаудың қажеті жоқ деген келіп тұр ғой. Осы сендерде, кстати, dress for you жайлы сұрақ қояйыншы. Бағана бітейін деп жатқан едім, қайтадан екінші волна басталып кеткен дейсің ғой. Dress for you сенің бутигің. Жалпы сендердің нелерің қандай? Менің ойымша, у меня такое впечатление всегда создается, бір товарлар болатын болса, как будто ол жақта бір миссия жоқ секілді, только адамдарға сату деген секілді ғана ой болатын. Бірақ менің ойымша негізі олай емес. Менің ойымша әр брендтің өзінің бір миссиясы бар. Осы dress for you ол не туралы, оның миссиясы қандай, и сендер қыздарға киімді қай жағынан сатасыңдар, қалай сатасыңдар? Кез келген істің артында ниет тұрады ғой ең бірінші. Мен мысалы күнделік сатар бұрын бірінші ниет қоям, магазин ашар бұрын тоже ниет қоям. Dress for you — это женская одежда. Оның миссиясы адамдарға качественный, пайдалы болу. То есть адамдарды киіммен қамтамасыз ету. Ол да бір ниет, ол да бір уже пайдалы келіп жатыр да обществоға. То есть и бұл жерде это тоже яркое самовыражение мое. Также, да, менің бизнеспен айналысқысы келетін Зарина ол жерде. То есть ол жерде менің вкусым, менің жалпы видением, менің ремонтом, это я самовыражаюсь таким образом, да. Но при этом мен адамдарға, халыққа жақсы киіммен пайдалы болып жатырмын. Осындай үлкен негізі артында смысл бар, да. И даже біз мысалы dress for you-да не только продажи емес, кәдімгідей мен байқаймын, бізде постоянно клиенткалар бар, которые начали просто супер классно одеваться в нашем магазине и постоянно приходят уже в новом образе. То есть мы даем, например, капсуланы создаем и конкретно показываем людям, что можно вот так стилизовать. Это же тоже люди берут оттуда инсайт. Значит, сейчас ремни в тренде, да? Значит, сейчас перчатки в тренде, деп өздеріне инсайт алады. Это тоже бір пайда адамдарға деген. Сонымен қатар адамдар келеді, готовый образдар алып кетеді, мысалы, жинап қоямыз. Это с этим сочетается деген сияқты. И так легче намного. Это тоже бір смысл, да, имеет. Бұл жерде негізі өте көп
пайдасы бар. Сонымен қатар бұл менің ішкі қалауым, менің самовыражением ғой. Иә, мен байқаймын, сен Қытайда өз әпкеңмен жүресің, өзің барасың закупқа. Сен кәдімгі өзіңнің стилің бойынша таңдайсың ғой сонда, өзіңе ұнағандарын, Көбісі ойлайды, осы Dressfoy'ды инвестормен ашты деп, или болмаса лицо деп ойлайды екен. Біреу таң қалып қалдым. Но нет, біз өзі бір 40 квадрат метр бутиктан бастағанмын да ше, ол Шымкенттегі ең андай непопулярный бір торговый центрде солай люстра, ештеңе жоқ, просто бір свет, там стойки, OLX-тан ала салған манекен, айна, самый дешевый касса деген сияқты, ол жерде дәптер ғана, ешқандай да Каспи QR ондай жоқ, тек қана перевод, наличка кез ғой. Сондай кезден басталғанда бұл. Ал егер сен бір инвестормен процентте жасайтын болсаң, сенің өсуің тез болуы мүмкін шығар, бірақ ол бизнес толықтай сенікі емес қой. Сен ол жерге уже инвестор бар болғаннан кейін кішкене с душой қарамай қаласың да. А бұл сенде толық өзіңніңкі. Иә, толығымен өзімдікі. Қазір Шымкентте қанша точкалар бар? 2 филиал бар. Үшіншісі осы қыстан кейін либо Астана деп отырмын, либо Түркістан деп отырмын. Молодец. Осы үшінші точка жайлы ойланып отырмын. Ал көп негізі спрос өте көп та, адамдар айтады, неге ашпайсың, неге Алматыда ашпайсың, неге нақты ашпайсың деп. Бұл енді бизнес с нуля ғой, бұл жерде ешқандай да үлкен ақшаны кеп саған инвестор беріп, жасап бер деген жоқ қой. Или же целый команда жасайды, сен барып просто съемкаларға қатысып келмейсің ғой. Оның ішінде кухнясы бар, сен товар таңдайсың, ол келеді, оны тексересің, оған баға шығарасың, отчет жасайсың деген сияқты ғой. Көп жұмыстары бар да, сондықтан бұл енді біздің бизнес 2 жыл енді болды ғой. 2 жылда бұл өте үлкен результат негізі. 2 ең үлкен торговый центрде орналасқан 2 точка. Солай енді өсеміз, өз күшімізбен өсіп жатырмыз ғой. Сен прям отдельно даже бизнесқа байланысты подкаст жазу керек секілді, потому что мен енді өзім тоже осы сфераны білгеннен кейін ішкі кухнясын я понимаю, какие у тебя там, какие у тебя яйца там, да, потому что это же капец еңбек қой. Тем более сенде бір точкаға емес, бүкіл фокусты қоятын. Сенде екі жақтың өзінің командасы, екі жаққа деген секілді. Поэтому мына подкаст жақсы атса, мына подкастты сіздер күшті қылып салсаңыздар, бөліссеңіздер, мен Заринаны осы бизнес бойынша екінші рет шақырам. Только бізден сіздерге қойылатын талап, ол жақсы, конечно, атуы, чтобы біз Заринаны енді бизнес-вумен ретінде ішкі кухнясын көруіміз үшін, потому что я просто в шоке. Мәссаған. Сен осы бизнесті жасаймын деген кезде, сенде бір кассовый разрывтар болған, одан бөлек қарызға кірген кездерің болды ма? Жоқ, осы тфай деп па. Мен өмірімде қарыз алмаппын ше, и рейд, рассрочка деген нәрсе мен қолданып көрмеппін ше. Мен просто өзім осы білмеймін, ақшаң жоқ болып баратса да мен қарызға алмайтын ем негізі. Бірақ никогда не говори никогда дейді. Бірақ енді өзімнің принципім да сондай, ол сенің это груз на плечах у тебя как будто бы, да? Осы айдың 20-сы төлеп беру керек, или осы айдың 15-і беру керек деген сияқты постоянно фокус қарызда болып кетеді, да, мақсатта емес. Сондықтан, как будто ты работаешь, чтобы закрыть вот эти затраты, вот эти рейд рассрочки болып кетеді, да, мен үшін. Сондықтан мен лучше ақшам жоқ алмай қоям. Бірақ мен рейд рассрочка ұрып бармай қоя салам лучше. Бірақ енді Құдайға шүкір, қарыз сондай ештеңе болмаған. Бизнесті бастаған кезде осы Dressfoy'ды уже мен ешкімнен бизнесті оқып олай ашпағанмын ғой. То есть ең бірінші әшейін товарды келіп сатып көрейік енді деп басында даже кассада өзім отыратын едім мен. Потому что менде продавщица қызға төлейтін артық ақша болмай тұрды. Главное сейчас өзім отырайын, өзім с душой істеп жатырмын ғой бұл жерде, ниет басқа. Мен одан намыстанбаймын өзім отырғанға. Наоборот, менің адамдарым келеді, сөйлесем, көрсетем деген сияқты. Бұл жерде басқа ниет болды да, менде басында отырдым, сол жерде саттым, өзім таңғы 10-нан кешкі 8-ге дейін отырасың. Ну, это тоже начало, да, было такое. Капец. Қазір уже ты масштабируешься и уже понимаешь, что уже нужно знание, да, чтобы, да. Сейчас все делегировано, да, шүкір барлығы. Целая команда, Блин, вообще күшті. Көп рахмет саған, Зарина, бүгінгі подкастқа өте күшті болды деп ойлаймын. Көрген әрбір жан өзінің ішіндегі отын лаулататындай инсайттар алғанына сенімдімін.
осы бір служить деген миссияңды бүгінгі күндің орындадың деп ойлаймын. Себебі мен өзім өте жақсы кайфанула от общения. Да, саған действительно полезный такой подкаст получился, реально. Бірақ мен андай орысша, қазақша айтып кеттім ше. Просто я сегодня вот в 6 утра прилетела, я еще ана не кушала, ойымды сәл орысша жеткізіп жатырмын да, соны айтып кете салайын ертең. Енді болады осындай комментарийлар, бірақ түсіністікпен қарайтын. Иә, түсіністікпен қараңыздар. Шын мәнінде менің ойымша әрбір адам фокусты неге қояды, сол жауабын алады. Фокусты негативке қойдыңыз ба, екеумізден де бірдеңені тауып алуыңызға болады. А фокусты сізді өсіретін инсайтқа қойсаңыз, біз де өте қуанышты боламыз. Көп рахмет, Лаула подкастының тұрақты көрермендері. Сіздермен келесі подкасттарда кездескенше, Зарина мен подкастым сіздерге қатты ұнаса, Инстаграмға, стористеріңізге, тредске бөлісіңіздер. Разыграем, может? Давайте, что разыграем? Дресс-фуюдан бірдеңе бересіз ба? Давайте. Или нет, сами что хотите? Давайте вот так. Например, сендершін. Егер осы білмеймін енді кімге қалай, бірақ маған бұл өте үлкен мотивация болар еді, егер мен көрермен болсам. Осы подкастты егер соңына дейін қарады ғой ол адам. Мен өзімнің авторлық күнделігім бар. Ол бұйырса 3 түсте шығып жатыр. 3 түсінде беремін. Оның ішінде толық инструкция бар, мышление, целеполагание, энергия, самоценность, мама-папа терапия, аффирмация, визуализация. Бағана осы подкаст бойы айтқан нәрселердің барлығы бар ғой. Сол 3 цветте күнделік беремін. Одан кейін топ-5 моих книг. Я просто их закажу. Олар көбісі жоқ та. Или даже свои книги могу дать. Өзінің энергиямен бірге. Солармен и осы подкастты көріп отырып, олар жазса. Одан кейін ТикТокқа, Инстаграмға именно такие обрезки же делают. Или же эдит жасанды. Эдиты делают же. Солай өзіңізге ең қатты өткен, инсайт алған, ұнаған жеріңізді кесіп, артына музыка қоясыздар деп. Давай, қанша адамға? Хэштег нужно придумать. Давай. Зарина Лаула подкаст дейік. Давайте, Зарина Лаула подкаст деп. Сол хэштег бойынша біз ең үлкен просмотрды сіз маған жібере саласыз, иә? Ең көп просмотр алған. Я тоже буду репостить к себе эдиты, поэтому делайте, вы тоже, да, будете? Я, конечно. Вот как раз бала болса да, қыз болса да, ол кітаптар екеуіне де келеді, ал күнделік 3 түсте. То есть қыздарский емес, ол полноценный жасыл, оранжевый, бежевый түсте. Хорошо, все, супер. Ең көп просмотр жинаған бір адамға. Ең көп просмотр жинаған бір адамға берейік. Ең көп просмотр жинаған бір адамға біз Заринаның 3 түрлі авторлық күнделігін, 3 түстегі, және де Заринаның топ-5 кітабын сыйлаймыз. Одан бөлек тағы да старание үшін, тредске сағандар үшін тағы да 5 адамға күнделік берейік. Біреуден, 5 адамға күнделік. Зеркало души называется. Все. Как раз осы подкасттан алған инсайттарды жазады. Да, будет классно, я думаю. Да. Все, тогда мы ждем ваши эдиты. Обязательно не забывайте про хэштег, да, а то таппай қаламыз. Бірақ рекомендация шығады көп просто. Точно, тиктокқа салатындар, не забывайте про хэштеги. Қай жаққа салсаңыз да, Лаула подкаст Зарина деп жазамыз. Барлықтарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.